Шаш тараудың біз білмейтін кереметтері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шаштарыңыздың сізде ақысы бар. Шаштарыңызды майлаңыз және тараңыз деп айтқан. Әсіресе түнде шашыңызды тарамай ұйықтамаңыз. Шашты тарау теріс негативті энергиядан арылтады. Шаштарыңыз жанданған әрі күтімді болады, төгілуін, түсуін азайтады. Шаш терісіне әсер етіп, зейіннің ашық болуын қамтамасыз етеді. Шашты отырып, инширах сүресін оқып, тарау уайым мен қиындықтардан арылтады. Хазіреті Али радиаллаху анху тарақ қолдануға мән беріңіз, себебі тарақ қолдану қайғыны, ауруларды және кедейлікті жояды, көздің көруін жақсартады деп айтқан. Егер шаш тарамай жүрсеңіз, шаш тарап жүруге мән беріңіз.